Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Student бүгін жалғастырамыз. Яғни бізде 99-100 беттерді түсіндіріп беретін боламыз. Спорт тақырыбы. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше сабақты бастаймыз. 5-ші жаттығу Exercise 5. Would you like to attend this school? Why or why not? Tell your partner дейді. Яғни бұл жерде біз жауап береміз. Yes, I would like to attend this school. I love swimming and I would like to compete in international competitions. Немесе жоқ деп жауап береміз. Яғни бұл жерде бұл мектепке баруға не себепті барғың келеді дейді. Яғни спорт мектебіне дейді. Бұл жерде жауап береміз. Я деп жауап береміз. Немесе жоқ деп жауап береміз. No, I would not like to attend the Glasgow School of Sport. I don't like sport and I don't want to have to do it. Яғни біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз Шотландиядағы спорт мектебі жайында. Сол мектепке не себепті барғың келеді, немесе не себепті барғың келмейді, соны жазу керек болған. Енді жауап берді. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма, exercise 6, do, play or go дейді. Яғни осында 3 бізде етістік бар. Do, play, go. Read the theory box, then in pairs complete the gaps дейді. Яғни бірінші мынау біз ережені оқимыз кішігірім, одан кейін мынау бос орындарды do, play, go мен толықтыруымыз керек. Бірінші we use дейді, біз қолданамыз дейді. Яғни play with ball sports or competitive games дейді. Яғни play етістігін біз спорт түрлерімен және доппен ойналатын спорт түрлеріне қолданамыз дейді. Мысалға play football, play basketball деген сияқты. Келесі go етістігін with activities ending in ing. Яғни ing мен бітетін етістіктермен go етістігін қолданамыз, ing мен. Келесі do with all other sports and the recreational activities. Яғни бұл жерде біз іс-қимылмен жасалатын спорт түрлері. Мысалға do gymnastics, осы секілді келесі тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бұл жерде біріншісінде do karate болады. Карате. Келесі play baseball, яғни доппен ойналады. Play baseball. Үшінші go ice skating. Төртінші play golf, яғни гольф ойнау дейді. Бесінші do wrestling. Алтыншы go bowling болады екен. Осылай, осы 6-шы тапсырманы орындаймыз. Келесі 7-ші жаттығу. Келесі бізде 7-ші жаттығу. Exercise 7 in pairs. Жұптық тапсырма. Discuss which of the sports in exercise 6 you like or don't like. We use these adjectives. Яғни мына сөздерді қолданып, және де 6-ші тапсырмадағы спорт түрлерін қолданып, сөйлемдер құрамыз керек. Мысал ретінде былай жаздым мен. I think playing golf is boring. Менің ойымша гольф ойнау ол өте ішпыстырарлық. I like playing baseball. Мен бейсбол ойнағанды жақсы көремін. It's existing. Бұл өте сондай керемет дейді. Келесі yes, it is. I like it too. What about doing karate? I like it because it's fast and fun. Мен каратені жақсы көремін. Бұл өте сондай қызықты, көңілді спорт дейді. Келесі I don't agree. Мен келіспеймін дейді. I think doing karate is dangerous. Каратемен айналысқан өте қауіпті дейді. I prefer doing wrestling дейді. Келесі I don't think so. Мен олай ойламаймын дейді. It's difficult. Бұл өте оңай дейді. I like going bowling. Мен боулинг ойнауға барамын дейді. It's relaxing. Бұл сондай керемет дейді. Яғни мына жерде біз fun, fast, exciting, and relaxing, dangerous, boring, tiring, and difficult сөздерін қолданып сөйлем құрау керек болғанбыз. Келесі 8-ші тапсырма, exercise 8. Look at the pictures. Which equipment do we need to play each sport? Tell your partner дейді. Яғни мына біз спорт түрлеріне қарап, және де ол спорт түрлерінің бізге қолданатын заттары туралы біз жазуымыз керек. Яғни бұл жерде жазамыз to go skiing дейді. We need skis, poles and goggles дейді. Яғни бірінші сөздерді аударып алайық. Ball дейді. Яғни доп, trainers бұл спорттық аяқ киім. Яғни бұл футболға арналған
керекті заттар екен. Келесі баскетболға арналған бұл hoop, hoop, яғни бұл мынандай баскетболдың торы, бұл атын білмейді екенмін мен. Келесі go sky дейді, яғни шаңғы тебуге, goggles дейді, яғни мынау шаңғы тебуге арналған көзілдірік. Келесі skies бұл шаңғы, келесі pose, яғни оның таяқ жасы. Келесі play cricket дейді, крикет ойнауға бізге шлем керек және де bat дейді. Келесі play tennis, теннис ойнауға бізге ракетка керек, ракет. Енді жазамыз. To go skiing, we need skies, poles, and goggles. Енді жауап береміз. We need a racket and a ball to play tennis. Теннис ойнауға ракеткамен доп керек дейді. To play basketball, we need a hoop and a ball дейді. To play cricket, we need a helmet and a bat дейді. Яғни осылай 8-ші тапсырмада жазады екенбіз. Келесі 9-ші тапсырма exercise 9. Complete the paragraph about your favorite sport, read it to the class дейді. Яғни өзіңнің сүйікті спорттың жағы жазып оны сыныпта оқы дейді. Ендеше жаздық біз өздеріңе қатысты етіп басқаша сөйлемдер құрасаңдар болады. My favorite sport is cricket. You need a bat, a ball, and a helmet to play. Крикет ойнағанды ұнатамын. Оны крикет ойынына бізге доп, шлем және де таяқшасы керек дейді. Cricket's great деп жазсаңдар болады. Келесі бізде 99-100-ші бет exercise 1. Read the story. Ережені оқы дейді. Say the examples in your language. Мысалдарды өзіңнің тіліңде айтып бер дейді. Ендеше біз бірінші ережені оқимыз. We use a or an, яғни бұл жерде артикльдер a and some, any деген. With countable singular nouns. Nouns we can count. Яғни саналатын жекеше түрдегі заттарды айтқан кезде немесе an предлогын қолданамыз. To refer to someone for the first time. Яғни бірінші рет, сол затты бірінші рет айтқан кезде. He is an athlete дейді. Келесі ол атлетик дейді. Мысалды аудару керек болғанбыз. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар, сол себепті мен сендерге оқып түсіндіріп беріп отырмын. Сендер комментарийға түрлі сөздер жазасыңдар. Ана жаттығу жоқ, мына жаттығу жоқ. Сендер бірінші видеоны айналдырмай соңына дейін қараңдар, сол кезде түсінесіңдер. Келесі, we use some in the affirmative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. There are symbols, яғни саналатын көпше түрдегі зат есімдермен қолданамыз. There is some equipment. We use any in the negative and the interrogative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. There aren't any tennis balls. Is there any water? Яғни any'ді сұраулы сөйлемдерде де қолдансақ болады екен. Келесі бізде екінші тапсырма exercise 2 fill in a or an. Яғни a немесе an предлогтарын қолдан дейді. Яғни біз предлогын біз бұл жерде зат есім, егерде зат есім дауыссыз әріптен басталса, ол n болады, болады, ал егерде зат есім дауысты әріптен басталса, онда n предлогын қолданатын боламыз. Ендеше тапсырманың орындау барысында түсінетін боласыңдар. Бірінші, have you got a tennis racket? Сенде теннистің ракеткасы бар ма дейді. We play rugby with an oval ball. Біз рагбиді домалақ овальный доппен ойнаймыз дейді. Бұл жерде oval дегеніміз біз дауысты әріптен басталып тұр, сол себепті n предлогын қоямыз. Келесі, Jack got a medal for swimming. Жүзуден Jack медаль алды дейді. Яғни n-ні қолданамыз. Lisa is an athlete дейді. Lisa ол атлетик дейді. Яғни n предлогын қоямыз, себебі a әрпі бізде дауысты. Келесі, we need a bat to play cricket. Предлогын қояды екенбіз. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3 fill in some or any. Some, any предлогын дәл жаңағы жаттығудағыдай етіп қоятын боламыз. This is a school sports cupboard. There are some tennis rackets, but there aren't any cricket balls. Яғни some'ды біз болымды сөйлемдерде қолданатын болсақ, any'ді болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде қолданады екенбіз. Біріншісінде бізде болымды сөйлем болды, сол себепті самды қойдық. Екінші сөйлемде болымсыз сөйлем болды, any'ді қойдық. Келесі, there isn't any equipment for ice hockey, but there are some balls for
basketball. There are some footballs, but there aren't any rugby balls. Яғни осы some any'ді қойып жазып аламыз оқушылар. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Read the examples and complete the rules used. How much, how many, a lot of. Say the examples in your language. Яғни how much, how many, a lot of сөздерін біз мына жерге дұрыс етіп қойып жазуымыз керек. Бірінші, how much time have we got before the competition? There isn't much time. How many tickets are there for the match? There aren't many tickets. Яғни бұл жерде we use біз дейді. How many with countable nouns дейді. Біз how many сөзін how many сөзін саналатын зат есімдермен қолданамыз дейді. Келесі we use how much with uncountable nouns. Яғни how many дегеніміз қанша деген сұраулы сөздер. How many дегеніміз саналатын зат есімдермен, ал how much'ты саналмайтын зат есімдерді айтқан кезде қолданамыз. We use a lot of with countable and uncountable nouns. Ал a lot of сөзін саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолдана береміз дейді. Жазып аламыз. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5. Complete the sentences with how much or how many. How much, how many'ді сәйкес етіп жазып шығуымыз керек. Бірінші, мысал келтірген how much money do the tickets cost? Not much. Келесі, how many rackets are in the bag? Not many. Яғни осы how many, how much сөздерін мына бос орындарға қойып жазасыңдар оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу read the theory. Яғни ережені оқы дейді. The ing form дейді. We use the ing form as a noun. Cycling is my favorite sport дейді. Біз ing жалғауын зат есімдерге де жалғай береміз дейді. Cycling is my favorite sport. Велосипед тебу ол менің сүйікті спортым дейді. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.